Қазіргі заманда барлық адамға ақша керек. Көпшілігі ойлайды, ой, ақша деген ол дүние, ақша деген қолдың кірі деп, бірақ мойындайық. Егер де ақшаңыз бар болатын болса, біріншіден ол комфорт өмір. Себебі әдемі киіне аласыз, қалаған уақытыңызда кез келген жерге бара аласыз. Екіншіден басқа анаңызға, туыстарыңызға, әйеліңізге немесе күйеуіңізге, балаларыңызға әдемі сыйлықтарды бере аласыз. Яғни ақша қазіргі заманда бәрібір де мүмкіндік. Бірақ кейбір адамдарға ақша табу өте жеңіл, ал бір адамдарға ауыр. Ол ең біріншіден мына миымыздағы әртүрлі установкаларға байланысты. Байқайсыздар ма? Кейбір адамдар болады, өте талантты, оның мықты дарыны бар туа біткен. Сіз ойлауыңыз мүмкін, мынау ертең әкім болады, немесе бастық болады, мынау деген мықты әнші, немесе мықты бір дәрігер деп сіз көресіз ондай адамдарды. Мүмкін сіз сондай шығарсыз, бірақ қанша тырыссаңыз да ақша жоқ. Не үшін мен ақша туралы айтып жатырмын? Себебі мен өзім 19 жасымнан бастап жұмыс жасаймын. 4 жылдың ішінде, соңғы 4 жылда мен 200 миллион тапқан болатынмын. Оқу орталық ашып, онлайнға шығып, оқушы, студент, ересек адамдарды, мұғалімдерді оқытып, команда құрып, командамда қазір қазақтардан бөлек носители языка, яғни басқа елдің азаматтары да бар. Сол үшін де кішкене ақша туралы айта аламын деп ойлаймын, себебі офлайн бизнесімде болды және онлайнды тоже басқардым. Ал енді қараңыздар. Мен айтқанымдай, ақша ол комфорт. Егер де сіз қазір өзіңізге сенбесеңіз, энергияңыз жоқ болатын болса, онда ойлану керексіз. Себебі қорыққан жерде, ол жерде сіз өсе алмайсыз. Ал сіз қорқынышқа қарай тіке бару керексіз. Яғни бәрібір де тәуекел болу керек өміріңізде. Сол үшін де сіз ойлану керексіз. Қандай істерді мен жақсы жасай аламын? Немесе бір істен қорқып тұрасыз ғой, осыны бастау керек еді, атып кететін сияқты десеңіз, бірақ істеуге қорқып жүрсеңіз, соны жасау керексіз. Себебі қорқынышқа қарай тіке жүру әрдайым өсуге алып келеді. Және қазіргі ең маңызды дүние ол энергия. Энергия тең ақша. Яғни энергияны физиологиялық тұрғыдан және де рухани тұрғыдан көтеріп жүру өте маңызды ақшаңыз болу үшін. Мысалы қараңыздар, егер де сіз өзіңізді таппай жүрсеңіз, қазір сіз іздену керексіз. Егер сіз өзіңізді таппай жүрсеңіз, қолыңызға ақша түссе, нөлге дейін жаратып қоя беретін болсаңыз, немесе қарызды қарызбен жауып жүрсеңіз, арқарай жоқ қой деп, онда сіз миыңызды толықтай арқарай жұмыс жасатқан жоқсыз. Себебі адамның миы өзгеретін кезде екі жүйесі бірге таласатын болады. Біріншісі ол префронталды қыртыс және лимбикалық жүйе. Префронталды қыртыс ол жаңа іс-әрекеттерге жауап береді, ал лимбикалық жүйе ол бұрынғы іс-әрекеттер. Енді оның барлығын дұрыстап тұрып түсіну үшін мен сізді өзімнің БД-ма шақырам. БД-ның құны өте арзан. Қазір ойлап қалуыңыз мүмкін, ой, реклама, анау-мынау деп. Бәрібір де энергияның ақысы болу керек. Мен сізге мықты білім беретін болсам, сізден де кішкене ақы болу керек та. Ал мен сізден аз ғана ақы сұраймын, всего лишь 10 000 теңге, зато 5 сабақ бойы мен сізге ақша, қарыз және потенциал ашу, мотивацияны ояту, өзіңіздің мықты қабілетіңізді ақшаға айналдыру жолын мен сізге үйрететін боламын. Офлайн болсын, онлайн болсын, бар жоғы 10 000 теңге ғана. Программамен таныса кетейік. Ең бірінші сабақтың бөлімі ол бізде диагностика сана, яғни қаржылық шындықты көру, табыс, шығын, қарыз анализі. Мен қай деңгейдемін, осы сұрақтарға жауап беріп үйренетін боламыз. Көпшіліктері негізді, мен орташамын ғой, мен болады, өзіме шүкір деп жүре береді, бірақ түсініп қойыңыздар, шүкіршілік пен қанағатшылдық ол екі бөлек дүние. Мысалы, оста болады, осыған да шүкір дейтін болсаңыз, ол шүкіршілік емес, ол қанағатшылдық. Ал егер де сіз шүкір деп қуанып, бірақ алға қарай талпына беретін болсаңыз, жұмыс істеп, әрбір істің басын көріп, және де оны до конца апаратын болсаңыз, осы шүкіршілік. Яғни сіз шүкір етіп алға қарай дами беру керексіз. Одан кейін бұл сабақты біз бір сабақтың ішінен талқылайтынымыз ақшаға қатысты сенімдер, яғни балалық бағдарламалар, шектеуші убеждениялар. Бұның барлығы енді маңызды. Ойлауыңыз мүмкін, ой, керек емес деп, өте қатты керек, шын айтайын. Екінші состояние, яғни ішкі күй, эмоция, ақша байланысы, қорқыныш, стресс, ұят, энергия аудиты, қайда энергия кетіп жатыр, шаршау себептері. Осының барлығын бір сабақта қарастырамыз. Ал екіншісі бізде нейропластика, ішкі өзгеріс. Мен сіздерге нейропластикадан, нейробиологиядан кәдімгідей көп сабақ түсіндіретін боладым. Қараңыздар, нейропластика негіздері, ми қалай өзгереді, қайталану күші, автомат ойлар, ішкі диалог және де гормондар. Осы гормондарды нақты білетін болсаңыздар, сіздер мысалы кейде настроение болмай қалады, кейде ашуланып кетесіз, кейде мысалы күшті бір мотивацияңыз оянып жұмыс жасайсыз да, бірақ
бір кез жоқ болып кетеді ғой. Вот осыны сіз білетін болсаңыз, түсінесіз сіз өзіңіздің қалай жұмыс жасайтыныңыздарға қарай. Стресс, мотивация, күйді басқару болады. Қорқынышпен жұмыс, ақша қорқынышы, өсуге қарсылық. Үшінші күннің сабағы бізде ақша және қарыз психологиясы, қашу, ұят, қысым, қарыздан шығу жүйесі, приоритет қою, жеке стратегия, яғни стратегия қойып үйренетін боламыз, жоспар жазып үйренеміз. Ақша ағыны, ақшаны ұстай алмау, айтқанымдай, көп адамдар нөлге дейін жаратып тастайды, бірақ түсінбейді не үшін екенін. Вот осының барлығы түбінде жатқан мәселе. Мидың қаржылық тәртіп, табыс ойлауы, шектеулі және кең ойлау, масштаб, әрекет, яғни прокрастинация, жалқаулық және нәтижеге шығу. Бізде төртінші сабақ ол потенциал, реализация, яғни потенциалыңызды ашып үйренетін боласыз осы сабақта. Потенциал ашу, күшті жақтар, табиғи талант, құндылық құру, адам не үшін төлейді, пайда әкелу. Және бізде соңғы сабақ ол энергия деңгейі, яғни жоғарғы күй, ол жоғарғы табыс. Энергияңыз көп болатын болса, ақшаңыз да көп болатын болады. Естественно, оны сіз әрекетке айналдыратын болсаңыз, оны да тоже үйренеміз. Және қоршаған орта әсері, өсу ортасы, жаңа сценарий, болашақ модель, жаңа идентичность. Және инстаграммен қалай ақша табуға болады, офлайн бизнесті қалай көркейтуге болады, сол бойынша тоже мен сіздерге консультация беретін боламын. Яғни сіздер 5 сабақ өтесіздер, және 5 сабақтың соңында өздеріңіз сұрақ жауаптарыңызды қоятын боласыздар. Бұл сабақтардың барлығы сіздерде мәңгі сақталатын болады. Всего лишь 10 000 теңге. Қатысу үшін сіздер маған жазыңыздар, мен сіздерге жіберем, рассрочка бар.